Сигизмунд Шломо Фрейд 1856 жылы 6 мамыр күні Фрайберг қаласында қарапайым тері сатушы еврей неміс аралас отбасында дүниеге келген. Зигмунд бала кезінен өз жасындағы балаларға қарағанда алғырлығы, білімділігімен көзге түседі. 1865 жылы гимназияны үздік аяқтайды. Зигмунд бала кезінен философия мен әдебиет саласына қызығушылығы көп болды. Латын және грек тілдерінде меңгеріп алады. Дегенмен оны жаратылыстану ғылымдары өте қатты қызықтыратын. Солай ол 1873 жылы Вена университетіне медицина факультетіне оқуға түседі. 8 жыл медициналық білімінен соң ол Вена ауруханасына жұмысқа тұрады. Ауруханада Фрейд диагностика әдістерін, миына зақым келген балаларда, сондай-ақ әртүрлі тілдік ақаулары бар балаларды емдеу әдістерін меңгереді. Зигмунд Фрейд жоғарғы білікті невропатолог дәрігер ретінде танылады. Алайда Фрейд көп ұзамай бұл физиотерапиялық әдістерге қанағаттанбайды. Ол Вена ауруханасына 3 жыл жасаған еңбегінен соң медицинадан кетуді ұйғарады. 1884 жылы Зигмунд кокаин деген жаңа препарат туралы естиді. Оның жүрек ауруларына шалдыққан науқастарға әсерін тексереді, тіпті өзіне. Кокаиннің Зигмундқа өте қатты әсер береді. Ол сол әсермен ғылыми мақаласын жариялайды. Мақаланың аты «Кока туралы». Зигмунд кокаиннің тәуелділікті туғызатын байқаған соң, оны қабылдауын доғара бастайды. 1900 жылы Фрейд кокаинмен күресінде біраз күйзеліске, бас ауруы, мұрыннан қан ағу, жүрек талмасы секілді ауруларға ұшырайды. 1885 жылы Фрейд Париждегі атақты невролог Шаркоға барады. Оның невроз Наполеоны деген атағы бар болатын. Зигмунд Шаркодан гипноз жайлы ілімдерді меңгереді. Гипноз арқылы пациентті емдеуге немесе уақытша ауруынан айықтыра алатынына көзі жетеді. Бірақ Зигмунд адаммен пікірлесу арқылы емдеу жолын таңдайды. Пациенттермен әңгімелесе отырып, олардың ойын өзгертуге тырысады. Еркін ассоциация әдісі деп аталған Зигмундтың бұл емдеу әдісінде ол пациенттеріне кездейсоқ бірінші есіне түскен заттарды айтқызып отырады. Осы арқылы ол гипнозсыз емдеуді көздейді. 1896 жылы Зигмундтың әкесі қайтыс болады. Бұл өлім оның жанына қатты батқаны сонша, ол өзін өте жалғыз сезінеді. Сол кезде Фрейд тағы бір емдеу әдісіне жүгінеді. Ол өзінің көрген түстерін жору болатын. Фрейдтің есептеуінше түс ол жай нәрсе емес. Түс көру қаншалықты бос көріністер болғанымен, оның сценарийі бұл түстің бейне белгілері арқылы қанағаттандырылатын түпкі тілек қалауларымыздың коды. 1900 жылы түс жору кітабы жарық көрді. Оны Фрейд өзінің басты еңбегі санады. 20 ғасырдың алғашқы жылдары Зигмунд үшін өте табысты әрі танымалдылығы артқан уақыт. 20 ғасырдың 30 жылдары Еуропадағы әлеуметтік жағдай ушыға түседі. 1933 жылы Германияда билік басына фашизм келді. Нацистер өртеген кітаптардың ішінде Зигмунд Фрейдтің кітаптары да бар еді. Мұны естіген Фрейд: біз қандай прогреске қол жеткіздік? Орта ғасырларда олар менің өзімді өлтіреді, ал бүгін олар менің кітаптарымды өртеуге қанағаттанды деген әйгілі сөздерін айтады. Франциядағы Америка елшісінің көмегімен осы қиын уақытта Фрейд Англияға көшеді. Англияда Фрейдті ғалымдар жақсы қарсы алды, бірақ оның күні санаулы еді. Сөйтіп 1939 жылдың 21 қыркүйегінде Лондонда Зигмунд Фрейд қайтыс болды. Зигмунд Фрейд теориясының әлемге әйгілі ілім ретінде танылғандығы соншалық, бүгінде ғалымдар арасында психология бұл Фрейдтің өзі деген қағида қалыптасқан.